Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі, пышный болып шығатын панкейки дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен жұмыртқамызды салып аламыз, оны әдемілеп араластырамыз, взбивать етіп сарысы мен ағын бір-біріне. Оның үстіне қантымызды саламыз. Одан соң жарты қасық ас содасын салып, бірге араластырамыз. Бұл панкейки өте оңай және тез дайындалады. Таңғы асқа 10 минуттарыңызды құртсаңыздар, өте пайдалы және дәмді ас жейтін боласыздар. Одан кейін үстіне сүтімізді құйып араластырамыз. Сүт барлығы араласқаннан кейін, біртекті масса болғаннан кейін, үстіне ұнымызды бөліп саламыз осылай. Ұнымыз алдын ала електен өткізілген. Бөліп салып араластырамыз. Сол кезде бізде комочек болмайды. Барлық ұнымыз салып болғаннан кейін осылай әдемілеп взбивать етеміз комочек қалмайтындай. Одан соң ең соңынан сұйық майымызды құйып, оны да араластырамыз бірге. Майымыз барлық массаға толық сіңіп араласу керек. Одан соң мына осындай масса пайда болады. Сұйықтығы примерно осындай, қатты сұйық емес. Қатты отқа кішкене май құйып, көп болмасын майларыңыз, осылай панкейкаларымызды 2 ас қасықтан құйып шығамыз. Бұл құйып жатқан кезде табаңыз қызғаннан кейін табанның астын орташа қызуға қойып қоясыздар. Осылай беті көпіршіп, уже асты пістау деген кезде үстіне шоколадымызды салып, бетін кішкене тестімен құйып жібереміз. Мен сіздерге 2 түрлісін көрсетіп жатырмын, шоколадпен, шоколадсыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Шоколадтың орнына банан салсаңыздар болады, өздеріңіз білесіздер. Осылай келесі бетіне алмастырып, әрі 2-3 минутта пісіп қалады. Қызарғаннан кейін пісіріп отырасыздар, алмастырып отырасыздар. Міне бізде осындай әдемі панкейкилар шықты. Подавать еткенде, столға қойғанда медпен қойсаңыздар болады. Үстіне грек жаңғағын, фисташки қалауларыңызша сенбесеңіздер болады. Бұл өте дәмді болып шығады. Мұнда шоколадсыз, іші пустой панкейки көріп тұрсыздар. Іші ауалы, әдем болып шығады. Одан кейін мынау шоколадпен. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.